Бүгінгі біздің тамағымызға керек заттар: ет, картошка, морковь, жуа, тәтті бұрыштар, көк жуа, чеснок, капуста және де қара, қызыл бұрыштар және тұз. Барлық ингредиенттерімізді осылай турап аламыз. Жақсылап табамызға май құйып, етімізді саламыз. Етімізді 5-10 минуттай қуырып аламыз. Негізі қуырмайды салуға болады, бірақ мен өзім қуырып алдым. Оның үстіне картошка салдым. Картошканың үстіне татымына қарай тұз, қызыл қара бұрышты септім. Оның үстіне морковь салып, морковьтың үстіне жуа салдым, дөңгелектен туралған. Жуаның үстіне тәтті бұрыштарымызды саламыз. Тәтті бұрыштың үстіне чеснок және де көк жуамызды турап саламыз. Барлығын салғаннан кейін үстіне капустамызды жабамыз. Барлығын жақсылап жауып, баяу отта 45 минут немесе 1 сағат пісіріп аламыз. Тағамымыз дайын, барлығымызға ас болсын.